Барлығына сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің атым Нұрдана, және бүгінгі видеода Ferian Job программасы жайында айтатын боламын. Мен қазір Германиядамын. Бүгін шілденің 5-і, және менің Германияға келгеніме бір айдай болып қалды. Және маған Инстаграмда бұл не программа, қалай бару керек, қалай қатысу керек, агентствомда мен кеңес беремін ба деген сияқты өте көп сұрақтар келеді. Сондықтан барлығына жауап беру үшін, толық ақпарат беру үшін осындай видео жасауды шештім. Қазір мен Вюрцбург қаласындамын, өзімнің бөлмемде. Бүгін жұмысқа барып келдім. Және маған Германия өте қатты ұнап жатыр. Ferian Job деген бұл не программа? Ferian Job деп атайды, Working Holidays in Germany, немесе Work and Travel Germany деп атайды. Көптеген адамдар Work and Travel USA деген программаны білетін шығар. Бұл соған ұқсайтын программа, бірақ сіз США-ға емес, Германияға барып жұмыс жасайсыз. Бұл студенттерге арналған программа, яғни сіз соңғы емес курста оқу керексіз бұл программаға қатысу үшін. Егер сіздің оқуыңыз 4 жыл созылатын болса, онда 1-ші, 2-ші, 3-ші курстан кейін, немесе сол курстардың жазында сіз бұл программаға бара аласыз. Бірақ егер сіз 4 жыл оқып, 4-ші жылдың жазында бара алмайсыз. Өйткені сіз уже диплом аласыз, студент болмай бітіруші болып саналып қаласыз. Ал егер сіз медицинада оқысаңыз, мысалы 6 курс, 7 курс, онда сіз 5-ші курстан кейін, 4-ші курстан кейін да тапсыра бере аласыз. Главное, бітіретін жылы бармау керексіз, бітіретіннің алдындағы жылдары бару керексіз. Бұл программаның ең бірінші шарты студент болу, соңғы емес курста оқу, және 3 ай каникул кезінде бос болу. Себебі сіз осы 3 айдың ішінде Германияға келіп, жұмыс істеп, саяхаттап кетесіз. Work and Travel USA деген программада да негізі ол 4 айдай болады. Тоже сіз США-ға келесіз, агентствоға келмей тұрып ақшасын төлейсіз, әртүрлі анкеталарды толтырасыз. Олар сіздерге жұмыс тауып береді, визамен көмектеседі, барлық документтермен көмектеседі, спонсор табады. И содан кейін сіз США-ға барып сол жерде жұмыс жасайсыз, сол жерде ақша тауып, қыдырып қайтып келесіз. Бұл да тура сондай программа, бірақ Германияға. Бірақ оның айырмашылықтары бар. Егер қаласаңыздар, келесі видеода айырмашылықтары жайында айтамын. Айтпақшы, айта кететін, бұл жерде жұмыс негізі көбінесе гастрономия, hospitality, сондай жақтарда болады. Яғни сіз мысалы финансы оқып жатсаңыз финансы, немесе медицина оқысаңыз медицина саласында жұмыс істемейсіз, сіз қызмет көрсету саласында жұмыс істейсіз. Ол ресторандар болуы мүмкін, фастфуд жасайтын жер болуы мүмкін, парк, аттракционов, әртүрлі жерлер болуы мүмкін. Мысалы, мен қазір оны бір атпен атауда қиын, пекарня, супермаркет, сондай сияқты жерде істеймін, яғни оның кухнясы бар, және супермаркет сияқты бөлек кассасы бар жер. Бұл программаға қалай қатысу керек, және әрбір қадамдарын бөлек айтпас бұрын, ең бірінші неге бұл программаға қатысу керек екенін айтайын. Менің ойымша, жасөспірім немесе осы енді өсіп келе жатқан адамдардың өміріндегі ең маңызды нәрсе ол саяхат, жаңа жерлер көру, және өзіңнің горизонтыңды, көкжиегіңді кеңейту, жаңа жерлерді көру, жаңа адамдармен араласу. Сондықтан бұл программаның ең басты плюсы бұл сіз Европаға келіп, осы жерді көретініңіз. Даже если сіз бір Турцияға, немесе жарайды хоть Америкаға барып келдіңіз, бірақ бәрібір Европа бұл мүлдем бөлек experience, мүлдем бөлек жер, мұнда келуге стоит. Сондықтан егер мүмкіндік болып жатса, осы программаға келіңіздер. Сіз өйткені ол саяхаттайтын жерлерге өзіңіз жұмыс жасайсыз ғой, сол ақшаңыздан құртасыз, ата-анаңыздан сұрамайсыз. Жарайды, енді басында программаға ақша құрту керек болады, бірақ оны егер өзіңіз қазір жұмыс жасап жатсаңыз, төлей аласыз. И осы жерде мысалы Швейцарияға, Нидерландыға, Францияға, неше түрлі елдерге өз жалақыңызбен бара аласыз. Егер сіз өз еліңізде қалып жұмыс жасаймын десеңіз, сіз бәрібір бұл жердегідей ақша таппайсыз. Сол жаңа адамдармен араласу, жақсы ақша табу, саяхаттау, себебі сізде Шенген визасы болады, сіз бүкіл Шенген елдерін ешқандай проблемаларсыз
көріп, сол жерде саяхаттай аласыз. Сізге виза тек Германияға беріледі, бірақ сіз бәрібір Шенген зонасында жүре берсеңіз болады. Швейцария Шенгенге кірмейді, бірақ бәрібір Швейцарияға барсаңыз болады. Андорра, бұл жерге қазақстандықтарға виза керек емес. Міндетті түрде осы программаны кеңес беремін. Қалай қатысады? Ең бірінші сізге агентство қажет болады, себебі сізге Германияда жұмыс табу керек, работодательмен документтерді істеу керек, сондықтан агентстволар әртүрлі бар. Қазақстанда бір 5-6 бар, Қырғызстанда өте көп бар. Басында өзім қырғыз компанияларына жазғам, бірақ оларда уже набор жабылды. Егер сіздер үлгеріп жатсаңыздар, сол қырғыздардың компаниясына жазып көріңіздер, себебі бағасы сәл арзандау болады және ол жерде өте көп варианттар бар. Қазақстанда мен бірнеше агентстволарды таптым, барлығына жазып шықтым. Мен Германия туралы өте көп негативті отзывтар естігенмін, сондықтан агентствоны өте жақсылап таңдауға тырыстым. Маған жақсы жұмыс тауып беретін, егер Құдай сақтасын жаман нәрселер болып қалса, көмектесе алатын, мені лақтырып кетпейтін, сондай дұрыс агентство таңдауға тырыстым. Сондықтан мен өте көп жерлерге жазып шықтым. Бағалары әртүрлі болды. Кейбір жерде 750 мың болды программаның өзі ғана. Кейбір жерде 250 мың болды. Сөйтіп мен әртүрлі адамдардан отзывтарын сұрап, өздері қалай өз компаниясын таныстырады, қандай жұмыстар береді, соған байланысты мен Аусланд деген компанияны таңдадым, солар арқылы бардым. Сіздер енді әртүрлі агентстволарды өздеріңіз қарап, сұрап көрсеңіздер болады. Осы жердегі агентстволардың барлығына жазып шыққанмын. Қайда іздейді десеңіздер, мен барлығын Инстаграмнан іздейтінмін. Working Holidays in Germany, Foreign Job деп жазсаңыздар өзі шығады, немесе сол бір агентствоны тапсаңыз, сол жерден ақтарып, или студенттердің аккаунттарын тауып, әйтеуір Инстаграмда ақтарып тауып аласыздар. Немесе мен қойған списоктағы агентстволарды қарап шығыңыздар, сосын тағы 1-2 жаңалары ашылып жатса, соларға жазыңыздар. Келесі, өзіңіздің бюджетіңізге қарай агентство таңдайсыз, сосын регистрацияны бастайсыз. Яғни сол агентствоға айтасыз, болды, мен дайынмын. Регистрация жасап, договорға отырасыз. Келесі қадам, сіз осы агентствомен жұмыс істей бастайсыз. Сіз оларға анкета жіберуіңіз мүмкін, барлық олар сұраған керекті ақпаратты жібересіз, документтерді жібересіз. Сосын олар сізге жұмыс іздей бастайды. Жұмыс іздейді, сосын сізге варианттар предлагать етеді. Менде басында ресторан деп айтты, себебі менің неміс тілім болды. Содан кейін, біраз уақыттан кейін жоқ, мынандай жұмыс шықты деп, маған соны ұсынды. Маған условиялар ұнады, сосын жарайды дедім. Өзі таймлайн қандай болды? 26 қыркүйек мен оларға бірінші рет жаздым. Содан кейін 2 қазан мен олармен договорға отырдым. Және мен кішкене басында қорқып тұрдым да, негізі жақсы агентство екен көрініп тұрды, бірақ ешқандай студенттердің отметкасы жоқ, сондай аккаунтында бірде-бір студент жоқ болды. Сонда сол кезде күдіктеніп қалдым да, ақша аудармай тұрып. Сосын Инстаграмның лайктарынан 1-2 қыздарды тауып, соларға жазып шықтым. Олар да маған бір контакт берді, оған да жаздым. Сөйтіп, нормальный жер екеніне көзім жетіп, ақшаны аудардым. 3 қазан ең бірінші взносты төледім, ол 200 мың теңге болды. Содан кейін менде қарашаның 12-сі күні жұмыс берушімен собеседование, интервью болды. Оны немісше, Құдайға шүкір, жақсылап өттім. 27-ші қараша күні келді, мені қабылдады деді. Сөйтіп, мен Федеральное агентство по труду Германии деген жерден документтерімді күттім. Олар маған 10-ші наурыз күні келді. Мен ол кезде қыстан көктемге дейін академическая мобильностьпен Латвияда оқып жаттым, сондықтан мен ол документті өзім ала алмадым. Қазақстанға ұшып келгенде бірақ ол документті алдым. Мен өзі Қазақстанға 7-8-ші мамыр күні ұшып келдім, сосын визаға 12-сі күні кірдім. 12-сі кіріп, документтерімді тапсырып, 19-ші мамыр визамды алдым. Сосын 6-ші маусымда Германияға ұшып кеттім. Уақыт бойынша осылай болды, қадамдары осылай. Ал ақша жағынан қалай? Барлығына қызық осы сұрақ. Ақша жағынан ең бірінші сіз программаға қатысуға агентствоға төлейсіз.
Менің агентствомда 2026 жылдың жазы үшін 550 мың теңге болды программа. Бірақ айтқанда агентстволар әртүрлі, условиялары әртүрлі, тауып беретін жұмысы әртүрлі және ақшасы да әртүрлі. Маған осы компания ұнады, олардың ақшасы осындай болды. Содан кейін сізге страховка істеу керек болады. Ол менде 42 мың, 43 мыңдай болды. Сосын авиабилет мен қателеспесем 488 мыңға алдым. Turkish Airlines арқылы Германияға және қайтар билетім екеуі бірге. Студенческая скидкамен және 2 чемоданмен. Егер қызық болса, менде инстаграмда пост бар, қалай Turkish Airlines пен скидкамен билет алу керек. Если что, ссылкасын астында қалдырып кетемін, сол жерден қарасаңыздар болады. Кететін негізі 3 жер осы. Сосын сіз барған кезде ең алғашқы жалақыңызға дейін тұратын ақша керек, жеп ішетін, сондай. Мен 100 мыңдай ма, 150 мыңдай ма сондай алдым. Көп алған жоқпын, бірақ маған аванс берді, сосын зарплатамды берді, барлығы жетті. Және тіл жайында айтып кетсем, кейбір агентстволар тілсіз алады, кейбірлері тілді қажет етеді. Бірақ менің ойымша тіл білген дұрыс. Егер сіз осы видеоны қазір қарап отырсаңыз, мысалы қазір жаз, келесі жазға сіз бергіңіз келсе, сізде әлі 1 жыл бар. 1 жыл ішінде сіз неміс тілін оқып, немесе жалғастырып, күшті уровеньға жетіп, жақсы жұмыс тапсаңыз болады. Себебі тіл қажет етпейтін жұмыстар, олар ауыр жұмыстар, қиын жұмыстар болады. Менің ойымша, енді бұлай логически ойлап қарасақ та сондай. Сіз мүлдем сөйлемей бір жұмысты істейтін. Ал егер сіз тіл білсеңіз, сізге жақсырақ жұмыстар болады. Мысалы, ресторан, кафе деген сияқты жерлерде, немесе кассада. Мысалы, мен кейбір адамдардан естідім, прачечныйда жұмыс істеген, немесе складтар, клубника теретін, сондай сияқты қатты күшті емес жұмыстарға жібереді тіл білмесеңіз. Сондықтан тіл білген дұрыс. Мен тіл білдім. Мен университетте оқыдым, бірақ мен уровенім, сразу айтайын, қатты күшті емес, бірақ енді бар да бірдеңе сөйлей аламын. Мысалы, қазір кассада істеймін, соған тілім шүкір жетіп тұр. Сондықтан маған осындай жақсы вакансия түсті. Және агентствоны кеңес беремін ба деген сұрақ көп қояды. Мен басында айттым, көп агентстводан өзім осыны таңдадым, осы кісілерді таңдадым. Себебі маған басында айтқан сөздер ұнады. Олар айтты, біз тек тілмен ғана аламыз, немесе сіз сөйлемесеңіз, біз курстар ұсынамыз деді. Бірақ тілді білу міндет деді. Егер бізбен барғыңыз келсе деп. Біз тілді қажет етеміз, себебі біз дұрыс жерлерге жібереміз деп. Сондықтан сондай айтқан нәрселер маған ұнады. Сосын мы постоянно будем на связи дегендер ұнады. И бұрын бар келген қыздармен сөйлестім, барлығы жақсы деп айтты. Сондықтан осы агентствоны таңдадым. Мен кеңес берем ба, жоқ па деген сұраққа жақсы түсінікті жауап бердім деп ойлаймын. Өзім таңдап тұрғандықтан, өзім іздеп, осы агентствоны тапқандықтан әрине кеңес беремін. Сосын маған жазады, бұлар мошенниктер емес па деген сияқты. Егер сіз мошенник деп ойласаңыз, онда сол аккаунтқа кіріп, отметка жасаған барлық студенттерге жазып шығыңыз, немесе қараңыз. Сіз ізденіп қарап көрсеңізші, өзіңіз іздеп қарап көріңіз, сосын көресіз, мошенник емес па, жоқ па. Барлық сұрақтарға жауап бердім деп ойлаймын. Егер тағы сіздердің сұрақтарыңыз қалып жатса, немесе екінші бөлімін күтсеңіздер, онда комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Ал келесі видеода сіздермен кездескенше, сіздермен болған Нұрдана, сау болыңыздар.